Және дәл осы подкастты, дәл осы шығарылымда, осы подкасттың сол Люк Рокхолд та осы Шавкат Рахмоновпен бірге Майами қаласында Kill Cliff залында орын алған жағдайға тоқталып өткен. Shot person came at you too? He was calling you out? Yeah, I mean, I don't think it was him. Honestly, he don't speak English. I don't take him the guy, but Yeah, he don't speak English. good on. No, just the type that would like actually like kind of attack and Yeah, somebody instigate. He's not. It doesn't strike me as an instigator. You know Shawkat personally? I just met him a few times on we talk shit. I told him I was going to choke him out. He said, "Come, brother, come, brother." Яғни сол Kill Cliff залында Шавкат Рахмонов сол бір спаррингтік кездесулер барысында, сонымен қатар оқу жаттығу жиынында осы Люк Рокхолдты өзінің жаңағы спаррингіне шақырған болатын. Яғни бауырым, бері келсеңші, менімен бірге күрес жағынан спарринг өткізейік деп Люк Рокхолдқа ұсыныс жасаған екен.